Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Әйгерім. Бүгінгі рецептіміз гречкадан жасалатын котлет, яғни ет болмаған жағдайда өте дәмді котлеттер жасаймыз. Алдымен гречкамызды жуып тазалап, осылай үстіне су құйып пісіреміз, және де картошкамызды ашып, турап, бұны да дәл осылай пісіріп аламыз. Міне біздің картошкамыз пісті. Біздің картобымыз пісті. Дәл осылай суын қалдырмай құрғақ күйінде езіп аласыздар, және де үстіне піскен гречкамызды салып, үстіне бір жұмыртқа, дәміне қарай қара бұрыш, тұз, паприка салдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сала бересіздер, және де барлығын жақсылап араластырып бір келке етіп аламыз. Және де дәл осылай қолымызға бір форма жасап, менде мына жерде панированный сухарий, соған аунатып пісіріп алдым. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Мен балаларыма қатты ұнады. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Дәл осылай барлығын бір келке етіп, барлығын дайындап аламыз, және де қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз екі шетін. Себебі бізде арасы піскен, тек екі жағы ғана қызарса болғаны. Міне дәл осылай салып, қып-қызыл болып өзі қызарады. Міне өте әдемі болып қызарады. Тіпті фарштан істелгеннен де керемет болып шығады. Барлығын осылай пісіріп алдым. Иісі деген өте керемет болды. Айтып жеткізе алмаймын. Міне менің котлеттерім дайын. Сіздерге ұнаған болса лайк қоя кетіңіздер. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Қош сау болыңыздар.